Біріккен Араб Әмірлігіндегі жұмыс сапарының екінші күні Солтүстік Қазақстан облысының делегациясы Әл-Фуджейра қаласында екі ел кәсіпкерлерінің бизнес форумына қатысты. Онда екі елдің өкілдері өз мүмкіндіктерін айтып пікір алмасты. Мәселен, біздің өңірде туризм, соның ішінде экотуризмді дамытуға барлық мүмкіншіліктер әлі қолданылмай отыр. Солтүстік Қазақстан облысының әкімі өңірде экотуризмді дамытуға инвестиция құйып, жақсы табыс табуға болатынын атады. Есть заповедные места в лесах. Бізде мемлекет қорғауындағы қорықтар бар. Онда жабайы аңдар көптеп мекендейді. Салауатты өмір салтын насихаттайтын сауықтыру орындарын салуға болады. Кездесу B2B форматында өтті. Облыстық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Тұрар Ысқақов Петропавл қаласында бизнес орталық салу бастамасын көтерді. Ол үшін Фуджейра әмірлігінің инвесторларын қатысуға шақырды. Петропавл қаласында әріптестермен бірлесіп бизнес орталықтың жобасын көрсеткіміз келеді. Бұл екі ел бизнесмендерінің ынтымақтастығының жемісі болар еді. Қарым-қатынасты нығайтуда оның маңызы зор. Фуджейра әмірлігінің инвесторларын осыған қатысуға шақырамыз. Ынтымақтастықты нығайту мақсатындағы кездесуде Солтүстік Қазақстан облысының кәсіпкері Еркебұлан Мәмбетов өзі басқарып отырған компанияның жетістіктерімен таныстырды. Командиттік серіктестік қатты сұрыпты бидай, рапс және зығыр майлы дақылдарын егеді. Өткен жылы 6000 тонна астық жинаған. Етті мал шаруашылығы да мықтап қолға алынған. Енді сүтті сиырлар алу үшін $7,5 миллион қаржы жұмсауға ниетті. Яғни қайта өңдеуге арналған шикізат түрлерін шығарып, оны Араб елінен келетін инвесторларға сатуға келісіп отыр. Сол арқылы екі елдің бизнесмендері біріккен жобаларды іске асырайық деп бастама көтерді. Біз шикізат жасап шығарамыз. Сіздердің ұсыныстарыңызды біліп, өсімдік және мал шаруашылығында өнімдерді өңдеу үшін біздің шикізатты қолдануға, сатып алып отыруға барлық мүмкіндік бар. Бизнес форум аясында Араб елінің кәсіпкерлері де өз жетістіктерін тізбектеп айтып берді. Біріккен Араб Әмірліктері де Қазақстанда сияқты бизнесті дамытуға үлкен қолдау бар екенін сөз етті. Біз сан саланың кәсібімен айналысамыз. Бұл азық-түлік өнімдері, консалтинг, пластик және металл бұйымдарды шығару. Бірақ негізгі ісіміз құрылыс саласында қызмет етеміз. Біздің заңнамада жеке бизнеске мемлекеттік сатып алуға қатысып, мектеп, аурухана, балабақша салуға тыйым салынбаған. Ауыл шаруашылығы саласында да инвестиция құятын тетіктер жетерлік. Мәселен, аймақ басшысының айтуынша өңір шаруалары гербицидті толығымен шетелден сатып алады. Ал облыста 4,5 миллион гектар, ел бойынша 18 миллион гектар егілетін жер бар. Сондықтан гербицид шығаратын зауыт қажеттігін атап, оған сұраныс міндетті түрде болатынын атады. Фуджейра әмірлігіндегі ірі бизнес өкілдері де Солтүстік Қазақстан облысының әлеуетіне қызығушылық танытып отыр. Үлкен холдингтер мен компания өкілдері сол үшін біздің аймаққа келіп ақша құюға болатын салаларды дамытуға ниетті екенін білдірді. Біз іс-сапар барысында Солтүстік Қазақстан облысының өндіріс орындарын аралаймыз. Сауда өндірістік палатаның мүшелеріне ескертетін менімен бірге дайын жобалары бар. Қаржы құюға дайын кәсіпкерлер ғана Қазақстанға барады. Яғни дайын жобаларыңызды көрсетіп, әзірлеулеріңіз қажет. Бизнес форумын қорытындылаған аймақ жетекшісі өңірдің әлеуеті қазіргіден де зор екенін атап, потенциалды инвесторларды әкеліп, бизнесті әлі де дамытуға болатынын жеткізді. Сөзінше, шетелдік әріптестермен бірқатар келісімдерге келу жоспарланған. Араб мемлекетінің кәсіпкерлері өте бай, оны біз бәрімізді білеміз. Сондықтан оларға нақтылап көрсетілмесе, олар ешқашанда келмейді. Сондықтан өзіміздің елшігіміз арқылы біз жарты жыл бұрын бүткіл қағаздарымызды дайындап, цифрмен дәлелдеп, мына жерге салсаңыздар, мынандай пайда ала аласыңдар деп әрбір сала бойынша, ең біріншіден жаңағы айтқандай ауыл шаруашылық, өнеркәсіп, білім, денсаулық, құрылыс және цифрландыру. Ол бұл жерде цифрландыру процестері өте дамыған, соларды да кеше көріп, біраз технологияларды өзімізге де енгізуге болады. Біздің потенциалымыз өте жоғары, сол потенциалымызды көрсетуге тырыстық. Біраз бір келісім болады деп сенімдеміз. Облыс басшысы Біріккен Араб Әмірліктерінде өткен кездесулер мен бизнес форумы Солтүстік Қазақстан облысы мен Фуджейра әмірлігі арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға өз септігін тигізетінін айтты. Руслан Құсайынов, Райымбек Беужаев, Біріккен Араб Әмірліктері, Әл-Фуджейра қаласы.